Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде жетім қыздың екінші сериясы болады. Достар, насып тіркеліп алайық, басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Так, мен жұмысқа қатты асығып бара жатырмын. Екеуің үйде жинап қойыңдаршы, иә? Жарайды, анашым. Иә, жақсы. Сен жинайсың соның ба? Екеуміз бірге жинаймыз дедік қой. Басымда қатырма, болды, сен ғана жинайсың, мен жинамаймын үйді. Мен оны құрап тұрмын қатты. Жарайды. Так, бір менде бір ой бар. Ана қызды қалай тең кетіретінін. Ал Айлин. Үйден кетуге дайындал. Қалай да болсын, мен қуамын оны. Мен тек бұл үйде ғана бастықпын. Өзім жалғыз қызбын. Болды, оны кетірем енді. Бүгінге қалдырмай кетірем. Ертеңге қалдырмайды. Так, бәрін жуып болыппын. Енді кезек анамның бөлмесіне кепті ғой. Жарайды, да жуып тастайын. Вау, күшті бөлмелер ше. Шкаптарында қандай не бар екен? Вау, әдемі, күшті ғой заттары. Даже бұндай зат менде жоқ. Әдемі, сүйіп көрсем ұрыспайды шығар. Жарайды, себебі. Қандай иіссіз. Жұмысымды астырып берейін. Бірақ иісі қатты шығып тұрған жоқ. Ұрыспайды шығар. Болды ма жоқ. Өз диваныңдай отырсың ғой, жинап болдың ба бәрін? Иә. Не напиес? Маманың духойын септің ба? Әтірін? Айт, маманың әтірін септің ба? Иә, кішкене ғана септім. Айтпаңызшы, өтінем. Жарайды, айтпай қояйын. Тек менің бір шартымды орындайсың. Айта беріңіз, қандай шарт? Бүгін менің айтқанымды істейсің, потому что. Иә, істеймін. Айтпайықшы деге. Жарайды. Айтпайын. Ал планымды бүгін жүзеге асыратын секілдімін. Айлин, бүгіннен қалмай үйден кетесің. Сау бол, Айлин, саған қаттыған жаным ашып кетті. Сау бол. Қайдан келе жатсыз? Шаруаң болмасын. Айлин. Қайдан білсін менің не істеп жатқанымда. Болды енді. Жинаймын дегенің өтірік. Мен жинаймын деп айта салам ғой, бәрібір де. Айлин. Қалайсыз, анашым? Жақсымын қызым, мен қатты ұйқым кеп тұр, бара беріңші. Не біле? Неге мынаның бәрін шашылып жатыр? Не свет ашып қоймаған? Айлин, да кел. Ал, анашым, не болды? Намидан жинаған сияқты едім ғой, анашым. Мынаның бәрін кім шашып тастаған? Тез жинақ қуасың ба сен қыз? Мам, мен жинадым, шын айтам. Өтірік айтпа. Өтірік істейсің сен өмірі. Тез жинап таста бол. Мен шашпадым ғой. Неге анашым маған жабалып салып жатыр? Үші сен қыз мен әтірінде септің ба? Кішкене ғана септім, анашым. Сен қыз қандай жаман қызсың, а? Не болды бәріне бүгін маған қатал болды? Мен не істеп қойдым оларға? Мен тек жуанғаны бәрін жасап шықтым ғой. Не деген қатыгез. Нарды қазір мусорға тастаймын ғой. Әлде мен үй жинату үшін ғана алдым екен, а? Мен бұл үйден қашып кетейін бе әлде?